Сәлем достар, біз бүгін сіздермен кеспе көже әзірлейміз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Жарты пиала суға бір жұмыртқа, тұз қосып, онымен қамырымызды илейміз. Илеген қамырымызды бетін жауып қойып қоямыз. Керекті заттарымыз дайындап аламыз. Ет, пияз, сарымсақ, қызыл бұрыш, картошка және сәбіз. Барлығын әдемелеп турап аламыз. Қазанымызға отқа қойып қыздырамыз. Қызып тұрған қазанымызға май саламыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді салып әдемелеп қуырамыз. Оған сарымсақты салып тағы кішкене қуырамыз. Пиязымызды қосып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Қызыл бұрышымызды салып, қызыл бұрышымызды және томат пастасын бірге қосып қуырсаңыздар болады. Барлығы қызарып қуырылғаннан кейін картошкамыз бен сәбізімізді саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қуырып, одан соң суын қосамыз. Сорпамыз қайнаған соң тұзын, дәм қосарларын қоссаңыздар болады. Сорпамыз қайнап дайын болғанша енді қамырымызды жайып, кеспемізді әзірлейміз. Қамырымыз неғұрлым жұқа жайылған сайын кеспемізде соғұрлым жіңішке болады. Кеспе көженің қамырын қаттырақ қылып илеген абзал. Қамырымызды өте жұқа етіп жайып, ортасына аямай ұнды себеміз де бүктеп, әдемелеп, майдалап тураймыз. Жұқа болып кесілген кеспелерімізді дайын болған сорпамызға салып, пісіріп аламыз. Кеспелеріміз жұқа болғандықтан, оны ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Қамырымыз езіліп кетпес үшін біз жұмыртқамен қамырды қатты етіп илегеніміз дұрысырақ. Кеспемізді дастарханға ұсынардың алдында салып пісіріп алғанымыз жөн. Тағамымыз дайын болды. Ас болсын.